Саламатсыздар ма балалар? Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сабағым ұнаса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Параграф 11. Астана циркі. Бірінші мәтінді оқып ойларыңды кластер әдісімен түсіндіріңдер. Мәтіндегі көтерілген мәселені талдап, бір-біріңнен сұхбат алыңдар. Қазақ цирк өнері сахналық эстрадалық өнер саласы. Өз бастауын көшпелі өмір салтынан, мал шаруашылығымен байланысты тұрмыс тіршілігінен алады. Ат құлағында ойнап, өнер көрсету, айтар ойды ыммен білдіріп, түрлі дене қимылдармен жұртты күлдіру, салдық құрып, ел аралау, қуақы, әзіл, әжуа сөздермен көпшілік көңілін көтеру, тағы басқа салт жораларда цирк өнерінің алғашқы нышандары көрініс берді. мініс атын тек көлік ретінде пайдаланып қоймай, шабандоздар оған сан алуан қозғалыс жүрістер, бөгет пен ордан секілді секіру, артқы екі аяғымен тік тұру, бір орында шыр айналу, жорғалау, аяңдау, бүлкіліп, желе жортып жүру жасатқан. Шауып келе жатып ат үстінен найза, қылыш, шоқпар сермеп, садақ тарту, қарсыласымен жекпе-жекке түсіп, алысып тартысу. Жау оғын дарытпау үшін оқыс еңкейіп атының бауырына түсу, жерге түсіп кеткен құралын ат үстінен еңкейіп іліп алып кету, соғыс өнерінде қолданылатын әдіс-тәсілдерді меңгеру жаугершілік замандағы ел қорғаны ерге тән қасиет еді. Осыған орай ат үстінде орындалатын қимыл жаттығулар қалыптасып, олар аударыспақ, теңгілу, көкпар, тағы басқа ұлттық ойындардың негізін қалады. Қазіргі цирктегі ат ойындары өз бастан осы ұлттық ойындардан алады. Халық балуандарда ауыр салмақ көтеретін алып күш иелерін аңыз әңгімелерге арқау етті. Өзі жерде жатып үстіне тақтай төсеп, сонымен түйе жүргізетін ауыр заттарды көтеріп, бұлшық ет ойнататын, белдесіп күш сынасатын өнерпаздар әр аймақта болған. Қойны қонышынан қас қағым сәтте әртүрлі заттарды шығарып, жұртты таңғалдыру секілді ойын түрлерде ерте заманнан қалыптасқан. Бұлар цирк өнерінің алғашқы нышандарын білдіреді. Астана циркі ерекше үлгіде салынған бірегей құрылыс. Цирк аренасы цирк өнерінің барлық талаптарына сәйкес жабдықталған. Мұнда акробаттарға арналған ұшу қондырғысы, лазерлік шоуға арналған жабдықтар, мұзға айналу қабілеті бар, тасымалдық манеж бар. Ал енді осының сұрақтары әңгіменің қалай ойлайсыңдар? Цирк өнерінің көптеген түрлері қазақ халқында бұрыннан болған деп батыл айта аламыз ба? Ата-бабаларымыз қазіргі цирк өнерінің қандай түрлерімен айналысқан? Мысалы, көкпар, аударыспақ, теңге ілу және тағы басқа. Екінші, ата-бабаларымыз қазіргі цирк өнерінің ат құлағында ойнап, өнер көрсету, айтар ойды ыммен білдіріп, түрлі дене қимылдармен жұртты күлдіру, салдық құрып, ел аралау, қуақы, әзіл, әжуа сөздермен көпшілік көңіл көтеру, тағы басқа түрлерімен айналысқан. Екінші, термин сөздер мен кәсіби сөздерді қатыстырып, цирк қойылымы туралы хабарландыру жазыңдар. Құрметті Астана қаласының тұрғындары мен қонақтары, қаламызға елордадан астаналық цирк гастрольмен келді. Бағдарламада болатын шоулар, сиқыршылар, экзотикалық жануарлар, түрлі күлкілі клоундар, әуеде қалқыған акробаттар, пантомима жанрындағы әртістер, түрлі жануарлардың түрлі қызықты трюктері. Мекен жайымыз Астана қаласы, Қабанбай Батыр даңғылы. Билет құны ересек кісілер үшін 2000 теңге, студенттер билеттері 1000 теңге, балалар билеті 500 теңге. Циркке келіп шоуды тамашалап баға беріңіздер. Үшінші, суреттердегі цирк өнерінің кәсіби атауларын емлеге сай жазыңдар. Бірінші суретте клоун бейнеленген, екінші суретте акробат, үшінші суретте саяқ-мазақ бейнеленген. Төртінші тапсырма, энциклопедиялар мен балаларға арналған газет-журналдардан басқа мемлекеттердегі цирк өнер туралы ақпарат жинақтап, өзара ой бөлісіңдер. Украина ұлттық циркі. Украинада ең көне стационарлық цирктердің бірі. Киевте жеңіс алаңында орналасқан, оның сыйымдылығы 2100 адамды құрайды. Қазіргі цирк ғимараты 1960 жылы 5 қарашада ашылды. Цирктің белсенді кезеңі жыл сайына 10 қойылымдар 1901 орындық залда өтеді. Донецк мемлекеттік космос циркі театрландырылған және ойын-сауық мәдени мекемесі. Донецк қаласының Ленин ауданында орталық саябақтың оңтүстігінде орналасқан. Цирк 1969 жылы 26 тамызда Донецк қаласының 100 жылдығына арналған мерейтойлық мерекелер қарсаңында ашылды. Бесінші тапсырма. Берілген кәсіби сөздерді пайдаланып 6-7 сөйлем құрап жазыңдар. Кәсіби сөздер: цирк аренасы, клоунада, акробатика, жонглерлік өнер, иллюзионизм, трюктер. Бүгін цирк аренасына бардым. Олар түрлі шоулар көрсетті. Мысалы, акробатика, иллюзионизм, трюктер, клоунада және де жонглерлік өнер. Маған қатты ұнағаны трюктер мен иллюзионизм. Трюктерді тура кинодағыдай көрсетті, ал иллюзионизм арқылы бүкіл көрерменді алдандырды. Бұл өте қызықты болды. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, сабақ ұнаса комментарий жазып, достарыңызға да жіберуді ұмытпаңыздар.